Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын дейміз. Ал біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы ат спорт мектебінің жаттықтырушысы, Қазақстан чемпионы Серғазин Азамат және ат спорт мектебінің жаттықтырушысы, аударыспақтан ересектер арасынан чемпион Имангалиев Тимурхан, аударыспақтан ересектер арасынан чемпион Ғалел Рамазан. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкумдер, көңіл күйлеріңіз қалай? Алейкум ассалам. Көңіл күйім жақсы, өте. Қалай жеттіңіздер студияға? Жақсы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсыларда өткен жарыс туралы айта кетсеңіздер, Осы Қазақстан Республикасының 22-ші чемпионаты ересектер арасында жарысы өте жоғары деңгейде өтті. 16 облыстан 130-дай спортшы қатысты. 9 салмақ дәрежесінде сынға түскен болатынбыз. Осы жарыстың ерекшелігі біріншіден осы жылы тек 9 салмақ болды, салмақ дәрежелері қосылды, және де бір салмаққа 3 адамнан шықтық. Енді Ақтөбе облысында 4 алтын бар, қола жүлдегерлер бар, күміс жүлдегерлер бар. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті деп білеміз барлығымыз. Қазір енді қатысушылардың қатары қалың болды ма негізі? Бізден қанша адам барды? Қатысушылардың қатары қалың болды дегенде біздер енді биыл өзгерістер болып жатыр кішкене. Қазір салмақтарға бұрын бір салмаққа бір бала шығушы еді қазір өңірден. Мысалы, Ақтөбе облысынан бір бала шықса, басқа облыстан бір бала. Биыл енді бір салмаққа қазір облыстан 3 баладан шығып жатыр. Ерекшеліктер сонда командалық балдар көбейіп, күрес дамып жатыр. Алдағы уақытта бұйырса енді күрделі болып жатыр. Балдарға көп дайындалып, бізде өзімізден Ақтөбеде өткеннен кейін екі есе күштісі деп ойлаймын. Неге десеңіз, бір жағы Ақтөбенің несі бар, намысы бар деген сияқты өзімізде болып жатқаннан кейін оны қорғау керек. Мен өзім мысалға сол мектепте жаттықтырушымын. Бізде енді тәрбие бәрі бар, мектеп бар, главный бізде. Соның арқасы деп ойлаймын, 4 чемпион алып тұрмыз. Қуанышты жағдай, біздерде оқу жаттығулар өтті оған дейін январдан бастап. Сол енді айта кетсек. Жалпы өздеріңізбен алдымен таныса өтеге, жалпы осы бір ат спорттың саласында қаншадан бері жүрсіздер? Мен енді өзім Мартук ауданы, Саржар ауылында тұрғынымын. Бұл 12 жылдан бері осы жерде жұмыс істеймін, 2012-ден бастап. Басында сол тренер бастады, содан мен өзім негізгі теңгелеуде жүрмін. Ұлттық спортта теңгелеуден бұлар бөлінеді. Мен теңгелеуден Қазақстан чемпионымын 18 жылға. Енді аударыспаққа ауысып осы мастер алуым керек болды. Соған байланысты бүгін былтыр шықтым. Былтыр Жамбыл облысында 2-ші орын алып қалдым. Аударыспақ 74 килограмм салмақта. Ал биыл өзімізде болғасын дайындық, оқу жаттығулар болды. Ағаларымызға рахмет, бәрін жасап, жағдай жасап жатқан. Солардың арқасы деп ойлаймын мен. Сіз ше, Азамат мырза? Мен өзім ITQ елінің тумасымын. Қазіргі таңда осы Ақтөбе қаласында тұрамын. Ат спортымен 2009-дан бастап айналысам. Басында осы ат спорты мектебінде оқушы болдық. Алғашқы тренерім, жаттықтырушым Әлиев Мейрамбек. Сол кісінің арқасында осы аударыспақтың тәжірибесін, техникасын үйрендік. Қазіргі таңда енді жаттықтырушымыз Абат Аймағамбетов. Жаттықтырушы басында оқушы болып жүрдік. 2016-тан бастап сол жаттықтырушыға ауыстық. Рамазан, сөз сізде? Мен Байгейін ауданы Қаражар дейтін ауылдан боламын. Жалпы осы ұлттық спортқа бала күнімнен құмар өстім аттың айналасында. Кейіннен осы Ақтөбе облысына келіп 3 жылдай, 4 жылдай дайындалып. Осында жарысқа шығып, нақты 3 жыл болды жарысқа шығып жатқаныма. Жастар арасында өнер көрсетіп жүрдім. Оның алдында бірақ қызығушылық бала кезден туындады, иә? Бала кезінен аттың жанында құмар өстім. Қазір негізі танымал болу үшін, мысалы, ауыр атлетикаға, не болмаса, ер адамдардың арасындағы жеңіл атлетикаға баруға болады. Ал сіздер неліктен ұлттық спортты таңдадыңыздар? Әр адамның өзі сондай икемі дейді ғой, яғни сондай несі болады. Мен бала күнімнен сондай бәйге шауып, мысалы, көкпар ойнап, солай өстік школ кезінен. Тек аударыспақтан ғана бой көрсетіп жүрсіздер ме? Одан бөлек қандай спорт түрлері бізде мысалға мектепте, спорт мектебінде үйретіледі, жалпы жарыстар?
Жоқ, жалғыз аударыспаған. Бізде мектебімізде теңге ілу бар, көкпар бар, жамбы ату бар, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату. Айтып отқандай, Тимур ағамыз теңге ілумен айналысады, теңге ілуден спорт шебері. Және де біз көкпар шабамыз. Осы 2022 жылы тамыз айында Атырау облысына көкпар шапқанбыз. Батыс аймақтық көкпарда Ақтөбе облысы чемпион болған. Сол жерде өнер көрсеткен боламыз. Бұл өнер көрсеттік. Бұл енді аударыспақ спортынан биыл өткен чемпионат республикалық деңгейде өтті. Одан бөлек дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан жарыстардың легімен бөлісе кетсеңіздер, қай спорт түрінен болады және Ақтөбеден шыққан спортшылар оның ішінде қайсысынан ерекше бой көрсетіп жүр? Ерекше дегенде бізде ұлттық спорт жаңағыдай айтқан сияқты теңге ілу, бізде жамбы ату бар дәстүрлі деп. Ода бір Кеңесбаев Дәурен деген баламыз бар. Сол өзінің несін көрсетіп бір жамбы атудан. Бізде ұлттық спортта жаңа айтып отыр бөлінеді деп. Өзің ұлттық спорт болғанмен, оның ішінде именно ат спортында теңге ілу, бәрі сол ат спортының ішінде теңге ілуі бар, қыз қуу бар, бәйгесі бар, көкпар бар. Енді соның ішінде біздер енді көкпарына да шабамыз, теңгесіне де шығамыз, аударыспағына да шығып отырмыз. Ал жамбы атудың балдарының өзінің ерекше олар дәстүрлі сатақ ату нелері бар ішінде солар. Ал дәл осы бір аударыспаққа арнайылап таңдалынатын қандай жылқының, аттың өзінің бір тұқымдары болады? Тұқымдары дегенде енді бөлінбей ме олай? Бөлінбегенде былай өзінің ыңғайлығына қарайды. Мысалға белі қысқалау, жуандау деген сияқты төрт бақ деп айтылады енді қазақ өзіміздің тілімізбен. Сондай аттар таңдалады. Мысалға теңгелуге де солай аттар, бірақ мысалға теңгелуде бойы аласалау, кішкене жерге жақындау, еңкеуге балаға ыңғайлы. Аударыспақта кішкене бойы үлкендеу, жуандау, белі қатты аттар таңдалады. Ал бір осы ат спортына қызығатын жастар саны көп пе жалпы? Өздеріңіздің қанша шәкірттеріңіз бар? Сол туралы айта кетсеңіздер. Шәкірттеріміз енді ат спорты мектебі аударыспақтан қазіргі таңда енді Қазақстан бойынша үштікке кіреді деп айтуға болады. Жастар болсын, жасөспірімдер болсын, ересектер арасында үштікке кіреді. Енді бір қуанышты жаңалық, осы жарысқа 57 елдегі Нағашыбаев Дәулет деген өзім оқушым жарысқа шыққан болатын, 3-ші орын алған болатын. Және де Сәлімжанов Әлішер деген оқушымыз 62 келде өнер көрсетті. Сөйтіп осы ересектердің арасында осы жастарымызды артымыздан келатқан қосып шамалы тәжірибе жинастырып алда қарай сөйлеп отыр. Келесі сұрақты 3 жыл көлемінде жарысқа қатысып жүрген Рамазан сізге қойғым келіп отыр. 3 жылдың көлемінде жалпы республикалық жарыстарға қатысып жүрсіз, осы ұлттық спорттан. Қалай ойлайсыз, еліміздің төңірегінде өзге облыстармен салыстырғанда Ақтөбедегі ұлттық спорттың даму қарқыны қалай? Қазіргі таңда ұлттық спорттың даму қарқыны Ақтөбеде емес, жалпы Қазақстанда қатты деңгейде көтеріліп жатыр енді. Ақтөбеде қазір ұлттық спорттан енді мен аударыспақты қатты не қылып айта аламын. Көкпар аударыспақ қатты қарқынды дамып жатыр. Осы алдағы уақытта клуб ашылады деген жақсы хабарлар бар. Бұған қоса айта кетсем, мен бұл нені айтпай кетпеу болмайды. Негізі бізде аударыспақтан Азия чемпиондары бар. Сергайдың Азамат, Ержанов Шыңғыс, Сағынбаев Арман, бұлар Азия чемпионы. Кеше Ержанов Шыңғыс Татарстанға барып келіп, әлем чемпионы болды. Аударыспақтың дамып жатқан біздің Ақтөбенің облысына. Басқа өңірлерден барды, бірақ ол жерге барғанда ондай чемпион болып, әлем чемпионы болған жағдай жоқ. Екінші орын, үшінші орын солай орын алып қалды. Басқа бізде Ақтөбенің дамып жатыр негізі бізде. Именно аударыспаққа көңіл бөлініп жатыр көбірек. Жақсы. Енді осы ұлттық спортқа әсіресе мына аттың үстіне мінуге қазіргі жастардың қызығушылығы артқан деп айтып жатырмыз. Дегенмен, аттың үстіне отыратын балаларға қарағанда отырмайтындардың қатары көп қазіргі қоғамда, мойындау керек. Айтып жатады, мына атбегілердің айтуы бойынша жалпы ат терапиясы деген болады. Аттың үстіне отыру арқылы адамды белгілі бір ауруынан айықтыруға болады дейді. Осы қаншалықты рас осы ақпарат? Рас болғанда ол енді дәлелденген зат. Ат спорты. Бізде балдарды, сау балдарды, спортсмендерді дайындап, бірге қоса қазір бізде ипотерапия деген бөлімі бар. Ол балдарды емдеп жатыр қазіргі ауыратын балдарды. Оның да несі көп қой деймін, саны балдардың қазір ауыратын балдар.
Сол жерде енді ем алып жатыр деп ойлаймын. Неге біздерде отдельный манеж салынды оған, спортсмендердің манежі отдельный. Жалпы жоспары қандай? Болашаққа деген. Жоспар енді алдағы уақытта бізде Азия чемпионаттары бар. Ертең Азия кубогы болайын деп жатыр Шымкент облысында, Түркістан облысында. Енді соған осы палуандарымыз дайындалып жатыр. Алдағы уақытта ертең осы наурыз айында болады бұйырса. Наурыз күні 22-сі. Сол күнге енді Азия кубогына дайындалып жатыр. Ал шілде айында Азия болайын деп жатыр. Соған бұйырса жоспарымыз. Жақсы нәтиже көрсету үшін қанша уақыт дайындықты қажет етесіздер сіздер? Нәтиже көрсету үшін бірінші айта кетсек, ағайларымызды ұмытпауымыз керек. Бізде енді мектеп болғаннан кейін ағайларымыз бар, үлкен кісілер бар, ол жерде тәрбие беріп отқан сөзбен де немен де айта кету керек. Қарабаев Амандық ағай деген, Аймағамбетов Абат аға деген ағаларымыз бар. Солардың айтқан несіменен, ақылымен, кеңесімен осындай енді сол кісілердің арқасы деп ойлаймын, жетістікке жету. Жақсы. Ендеше араларыңыздан Рамазан мырза сізге сөз берейік. Алда 22 наурыз келе жатыр, ұлыстың ұлы күні. Дәл қазір тікелей эфирде өңір тұрғындарын құттықтайтын мүмкіндігіңіз бар. Қалған екеуміз қосылайық, Алдағы осы 22 наурызда барша ақтөбеліктерді ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Және өзімнің Байгейін ауданы Қаражар ауылдық тұрғындарында ұлттық спорттың 22 наурыз халықаралық мейрам көрісу күні бізде қазақта. Соны құттықтаймын. Ендеше арнамызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін арнайы алғысымызды білдіреміз. Тек осы бір қазақтың ұлттық ойындарын дамытып жүре беріңіздер. Қымбатты телекөрермендер, осымен біздің эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әр қазақтың шаңырағында Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.